барша Цыкыров халқының біртуар перзенті. Оның шығармалары қазақ елінің қуанышы мен қасіретін жырлауға арналған. Құлагер поэмасы ақан серінің қанатты тұлпары мен қайғысының қатар жырлаған азалы поэма. Бұл шығарма ақынның жан дүниесін сыздатқан ауыр күйзелістен, терең тебіреністен туған. Поэмада озбырлық пен зұлымдыққа тап болған өнер иесінің ішкі арпалысы, жерге толы жүрек үні айқын сезіледі. Ерей мен тауының бөктерінде ұлан асырас беріледі. 300 игі жақсылары, дүйім жұрт, жүйріктерін сайлап келген атбегілер айласы мен қуаты артқан балуандар, сөз түйзейтін ақын жыршылар осы аста бас қосады. Сол дүбірлі думанға ақан сері де келіп, аламан бәйгеге құлагерін қосады. Алтайдан Батыраш та өз қолымен баптаған көк тұйғынын ала келген еді. Құлагердің келген естіген Батыраштың бойын қызғаныш жайлап іші өртенеді. Жүйріктерді жіті байқаған атақты сыншы Күреңбайдың назары құлагерге ауады. Бүгінгі бәйгенің бас жүлдесін осы тұлпар алады деген сөзі елге тез тарайды. Дүбірлі аламан басталып, мыңға жуық жүйріктің алдында қара үзіп келе жатқан құлагер. Оның соңынан өкшелеп, қылаң беріп келе жатқан Батыраштың көк тұйғыны. Қос тұлпар көкөзекке түскен тұста Батыраштың алдын ала қамдаған қарақшылары жол торып, құлагерді айбалтамен шауып өлтіреді. Осы бір құлагердің қазасы ақан серінің өмірлік жарысына айналып, Батыраш бейнесі ел жадында жауыздықтың белгісі секілді сипатқа ие болады. Ілияс қаламынан туған құлагер поэмасы өмірлік күрестің, әділет іздеудің символына айналады. Поэмада құлагер еркіндік пен жылдамдықтың, сұлулықтың, ал ақан өрлік пен өткірліктің, ақтық пен адалдықтың айнасы іспеттес.